Қайырлы күн, достар. Бүгінгі видеоны ары қарай жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта NC-Layer-ды орнатсақ, енді ECP ашу. ECP ашу үшін біздер онлайн үкімет порталына кіреміз. EGOV деп жазамыз. EGOV-қа кіреміз. EGOV-қа кірген кезде, мына жерден получение ECP удаленно дегенде басуға болады. Не болмаса, EGOV-та тұрсаңыздар, мына сол жақ менюдің ішінде получение ECP удаленно дегенді басамыз. Заказать услугу онлайн дегенді басамыз. ECP ключі бізде жалпы электронды үкімет порталымен және де басқа да көптеген сайттармен жұмыс жасау үшін қажетті кілт. ECP ашудың екі жолы бар: юридическое лицо, физическое лицо. Қарапайым кәдімгі адам алатын болса, физлицомен аласыздар. Егер де сіздер бір мекемеде қол қою үшін әлде жаңағы ТО сияқтылар ашатын болсаңыз, юридическое лицомен ашасыздар. Мен қазір сіздерге физлицомен ашуды үйретемін. Қазір мына жерге сіз өзіңіздің ЖСН-іңізді жазасыз. Сосын екінші шаг, бұл жерде егер де сіздің номеріңіздің соңы осы жердегі номеріңіз әлі бар болса, онда ары қарай отправить одноразовый смс-код дегенді басасыздар. Ал егер де сіздерде осы номерге доступ жоқ болатын болса, требуется изменение дегенді басып, мына жерге галочка қойып, ары қарай жалғастырасыздар. Қазір сіздерге одноразовый пароль барады жаңағы көрсетілген номерге. Удостоверение личности деген таңдайсыздар. Енді келесі шақта біздер мына жерге сол номерімізді жазамыз. Получить код дейміз. Қазір тағы да код келеді SMS түрінде. Кодты енгіздік. Ендігі мәселе, егер де сізде компьютеріңізде камера болмаса, мынандай менікінде QR автомат түрде шығады. QR-ды бұл камерадан, биометриядан тексерістен өтуіміз керекпіз. Ол үшін QR-ды сканерлеп, телефон арқылы өтеміз. Телефонымызбен QR-ды сканерлеп өткеннен кейін разрешить дегенді басамыз. Ары қарай ECP ключтерді. Енді мына жерде тағы да көрсетілген шарттарға келісімімізді береміз. Ары қарай ECP ключті сақтайтын орынды таңдайсыздар. Мысалы, мен қазір рабочий стол таңдай қоямын. Ал сіздер мүмкін бір папка ашып қойсаңыздар, папканы таңдайсыздар. Рабочий столды таңдаймын, подтвердить етемін. Қазір обновление жасалсын. Сосын загрузить сертификаты дегенді басамыз. Бұл жерде енді өзіңіз латын әріптерінен құпия сөз дайындайсыз. Құпия сөзді қайтадан қайталап жазып, құптау дегенді басамыз. Міне, достар, біздің ECP ключтарымыз дайын, ECP кілттеріміз дайын.